Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін осындай жүгер алып келдім базардан. Менің балаларым жүгеріні өте сүйіп жейді. Осы жүгеріні қазір бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Жүгерінің сыртын осылай түгелде ашып алып, бұл сыртындағы жапырақшасын лақтырмаңыздар. Бұл қазір керек болады. Астына кастрөлдің, яғни қайнататын кастрөлінің астына салып қайнатасыздар. Бұны лақтыруға болмайды. Осылай басындағы сабағын пышақпен не болмаса мен сияқты осылай қолмен сындырып алғаннан кейін мынау қылшық сияқты сыртындағы жіпшелерін бәрін алып, осындай қайнататын кастрөліңізді алдын ала дайындап алғаннан кейін міндетті түрде жуып алыңыздар, қыздар. Бұны салқын суға міндетті түрде жуып, әбден мен секілді осылай крандың астына, я болмаса табақшаға жуып алуға болады. Жуғаннан кейін мына кастрөлдің астына міндетті түрде осылай жайыңыздар. Бұны лақтыруға болмайды. Осы манаға пісіретін кукуруза бар ғой, соның астына міндетті түрде жайып, кукуруздың өзінде міндетті түрде жуып алыңыздар. Одан кейін барып мына осындай қылшықшаның бәрін алып тастағаннан кейін кукурузды да салқын сумен жуып алып, әбден жуыңыздар, қыздар. Жалпы негізі мен қандай овощ болмасын, қандай фрукты болмасын, міндетті түрде пищевой содамен жуатынмын, бірақ дәл қазіргі сәтте үйде пищевой сода бітіп қалғаннан кейін мен осылай салқын кранға шайып жібердім. Міне енді осылай міндетті түрде текшелеп жайғаннан кейін мынау манаға бетіне жапырақшасынан бірге шыққан жіпшелер бар ғой, арасындағы тамыр сияқты, солардың бетіне салуға да болады, салмауға да болады, өз еріктеріңіз. Мен салып жібердім. Сосын міндетті түрде осылай үстіне ыстық су құйыңыздар. Бұл жерде, қыздар, міндетті түрде ыстық су құяды деген сөз емес. Менде чайнигім жарты сағат бұрын қайнаған болатын. Соны құяйын деп шештім. Суды осылай құйып, бататындай қылып құйып, қақпаған міндетті түрде жауып, астын әуелі қатты отта, одан кейін жай отта осылай пісіріп аласыздар. Міне мен ішіне сүт құйдым. Сүт құйған жерім кадрға түспей қалған. Сүт құйып, секер саласыздар. Тұзды, қыздар, тұзды суға салмаңыздар. Мына сіздердің нелеріңіз, кукурузаларыңыз қатып кетеді, тұз салмаңыздар. Секермен жарты стақан су құйсаңыздар жетеді. Секер дегеніміз, яғни құм шекер. Біздер жақта секер деп айтамыз, песок деп айтамыз. Соны үлкен ас қасықпен толтырмай қасық жарым салсаңыздар жетеді. Міне осылай бөлек ыдысқа түсіріп алып, міне түсі де өте енді түсі қанық, әдемі болып пісіп тұр. Осылай әбден судан міне осылай түсіріп аласыздар. Менде үш дана кукуруз болған болатын. Осы үшеуін түсіріп алып, одан кейін барып осылай ортасынан бөліп балаларға дайындап бердім. Енді ортасында ғана өзінің қатты тамыры десем екен, тамыры десе бола ма екен, сондай бір нәрсесі бар ғой енді ортасында. Оны балалар қазір өздері сыртын мүжіп жеп алып тастайды ортасын. Міне осылай пісіріп аласыздар. Өте дәмді шықты. Енді осыдан кейін барып, қыздар, міне тұз себіңіздер бетіне. Мен мына жерде тұз сеуіп жатырмын. Тұзды сеуіп болды, осылай жей бересіздер ары қарай. Ас болсын ал. Міне балаларым менің мәз болып, жеуге уже дайын. Күтіп отырды, қашан піседі деп, міне уже піскеннен кейін уже шыдамай ысылай. Ауыз күйіп қалды мына жерде баламның. Ысылай уже шыдай алмай жатыр. Міне қазір тағы да екі балам келеді. Екі ұлым осы ысылығына қарамай жегенше асығып жатыр. Ауыз уже дәмін көргеннен кейін өте дәмді деп осы камераға қарап өзінің бағасын беріп жатыр. Ас болсын біздерге.